Финбридж мектебінде ұлы қазақ өнерін дәріптеп жүрген тұлғалар мен оқушылардың кездесуі өтті. Өнерлі тұлғалар өз білгендерін жастарға көрсете отырып, өнерді жанымен сүйген жандар балаларды да осы өнерге тартып, іштегі қызығушылықтарын оятуға тырысты. Қазақ өнерінің ұлылығын асқақтатқан ғажап аспап шеберлері бір мектептің ішінде жиналып, шығармашылықтармен бөлісті. Мектебіміздің жауапты тұлғаларымен өткізілген осы кеште балаларға өнерлі жандарды таныстырып, өнердің құнды қырларымен бөліскен дәстүр маманы Майра Ормалдаева өз даусымен әрі өнермен қаншама елді таңғалдырған домбыраны қолына алып, ән салған қонақтар оқушылардың зор қошеметіне бөленді. Әр өнердің соңында балалар да тұлғаның аспабы туралы сұрап, өзінің өнерге қалай келгенін, қандай жерлерге барғаны туралы қызықты сұрақтар қойып отырды. Үнсіз өнерде өнер дегендей, сахнаға Фараб би ансамблінің көркем бишісі өнерін көрсетті. Соңына қарай жастарды өнермен тамсантқан, даусымен жан тебіренткен өнер маманы Абылайхан Оспанов өнерін көрсетіп, бір емес бірнеше ән шырқап, домбырада да ойнап үлгерді. Өнері болсаң, өмірін алар сыбаған бол деген. Өнерде жүргенімізге көп жылдар болды. Жалпы анамның анасы Сурып Салмақын болған. Сол Сурып Салмақын, бірақ ол ақындық өнері маған қонбады. Өзі ақындық өнері дәріптеу деген болмаған, дегенмен де өнер жерде жатпайды. Той домалаққа барғанда ауылдың алтауызын айтып, көптеген ағайын туысқандарға, құда жекжаттарға, келген қонақтарға арнау айтып жүрген. Сол үшін де мен ойлаймын, қазір Мәскеуде қазақ өнерін насихаттап, Москваның орта бағдарламасынан Польшуде, Слава за минуту, көптеген бағдарламаларына шықтым мен. Сол себепті ол да үлкен жетістік. Бүгінгі кештің қонағы әрі жүргізушісі болған Майра Ормалдаева оқушы жастардың талабына оң бағасын беруде. Себебі әрбір айтылған сөзге мән беріп тыңдап, көкейінде туындаған сұрақтарын мұқалмастан қоя білді дейді. Қызықты сұрақтар болды. Себебі дәл қазіргі қоғамға сай қолына ұстаған аспабының қаншалықты оған жақын екендігін, аспабының қаншалықты құдіреттілігін білгісі келген маған ұнады жалпы негізі. Жалпы қазіргі оқушылардың өнерге деген құштарлығы сізге ұнап жатыр ма, қалай ойлайсыз? Ол өнер жалпы кез келген адамға беріле бермейді. Ол да анау төбеден келетін бір керемет, сондай бір дарын. Өзі айтады ғой, Құдай мысалы қасиеттілікті 3% берсе, қалғанның барлығы еңбекпен келеді екен. Ары қарай оны жетілдіру. Бүгінгі кездесуде оқушылардың бір жүрегіне бір титтей де болса шамшырақ бір оты жағылды деп ойлаймын. Айта кетейік, бүгінгі өткен өнер адамдарымен кездесу шарасын ұйымдастырудағы мақсат оқушылардың іште тұнып жатқан дарындарын ояту және өмірде өзіндік жетістіктерге жеткен жандармен кездесіп, оларға сұрақтарын қою арқылы өз жолдарын табу болды.